Баршаңызға сәлем. Бүгін сондай дәмді, тойымды және өте әдемі торт, радужный торттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Және бояғыштарды аларда абай болыңыздар. Менде біреуі ашық боп шығып, қолыма жұғып қалды. Бұл үшін сөкпейсіздер деп ойлаймын. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекер қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын 1-2 жұмыртқа сала отырып араластырамыз. Ұнға қамыр қопсытқышты қосып аламыз. Енді ұнды аз бөліктен сала отырып миксерлейміз. Қамырымыз дайын, оны 5 ыдысқа бірдей бөліп саламыз. Шамамен 265 граммнан түседі. Және әрқайсысына бөлек қасықтан арнаймыз. Сосын қасықтың ұшымен бояғыштарды қосып, бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Пергамент қағазы төселген формаға біртіндеп корждарымызды 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін әзірлейік. Салқын кілегейді кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын салып араластырамыз. Содан соң сүзбелі сыр қосып, қою крем пайда болғанша миксерлейміз. Креміміз осылай формасын жақсы ұстап тұруы керек. Оны кондитер қапшығына саламыз. Тарелкаға кішкене крем жағамыз, сонда корждарымыз жылжып кетпейді. Суыған коржымызды қойып, тортымызды жинап шығамыз. Кремді мен көрсеткендей немесе жай қасықпен жағып шығуларыңызға болады. Тортымызды кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Мен 1 түнге қалдырдым. Сосын қалауларыңызша жеміс-жидектермен әрлесеңіздер болады. Мен құлпынайды қолданамын. Мінекей тортымыз дайын, өте дәмді әрі тартымды болып шықты. Кез келген жанға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Мені қолдап, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.